Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше пирогның рецептін ұсынбақшымын. Красный бархат пирогының рецепті. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қоямын. Сол жақтан қарап жасасаңыздар болады. Өте дәмді әрі жеңіл рецепт. Ал бисмилля деп бастаймыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып, үстіне сахарная пудрамызды және қызыл красителімізді қосамыз. Осындай гельви краситель пайдаланғандарыңыз жөн. Сол кезде светі өте әдемі болып шығады. Ал егер сухой краситель пайдаланатын болсаңыздар, оның цветі бір бордовый болып қалады. Оның үстіне какаомызды қосып, бәрін жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Толықтай бәрі бір келкі болғанға дейін араластырыңыздар. Цветін қарасаңыздар, қандай қатты қызыл цвет шықты. Какаоны қосу міндетті. Мен какао қоспай жасағанымда цветі бордовый болып қалған еді. Содан соң ұнымызға қоспқышымызды қосып, ыдысымызды араластырып аламыз. Сосын оны массамызға құйып, бәрін бірден салып жіберсеңіздер болады. Алдымен венчикпен араластырып алып, сосын қолмен араластырып, қамыр дайындаймыз. Онды алдын ала електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Міне достар, осындай қамыр бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайынды болады. Бұл қамырды бір үлкен, бір кіші бөлікке бөліп алыңыздар. Кіші бөлігін морозилкаға салып қойыңыздар. Одан соң салмасын дайындаймыз. Салмасына творожный сыр, қант және бір жұмыртқа қосып, осылай блендермен жақсылап бір келкі масса болғанға дейін еземіз. Содан кейін формамызға орналастырамыз. Мендегі 22 сантиметрлік форма. Борщиктерін осылай көтеріп, бір тегіс еткізіп орналастырып аласыздар да. Қасықпен әдемілігі үшін жан жағын тегістеп шықтым. Соны бір келкі әдемі болып піседі пирогтарыңыз. Ішіне салмасын саламыз. Жарты бөлікті морозилкаға салып қойғанда алып, осылай теркадан өткізіп, пирогтың бетіне саламыз. Бәрін бір келкі етіп жайып шығамыз да, дайын болған пирогымызды 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Міне достар, осындай болып піседі. Қазір кесіп көрсетемін. Міне достар, көрдіңіздер ме? Өте дәмді болып шықты.